Сәлем достар, бүгінгі біздің айтатын жұмысымыз бұл бізде жасалатын дүние немесе осындай алға қойған мақсат істейін деп жатырмыз дейтін әңгіме емес, нақты істелген жұмыстар және бұл бүкіл команданың бірігіп жасалған жұмысы. Яғни бізде бүгінгі таңда айтылатын әңгіме ол инновация жайлы болады. Негізгі өзімнің мамандығым дәрігер, бірақ соңғы 3 жылда бизнес саласына өтіп, осы білім саласы, медицина саласы және IT саласын қамтып келеміз. Онда неге білім IT медицина дегенде, білім саласы ол медицина саласымен бірге әлеуметтік сала өте маңызды сала, үнемі сұранысқа ие, ол жерде контентте жасалатын жұмыстар көп. Соның барлығын біз инновация арқылы шешімін табу үшін біз IT жобаларымен байланыстырдық, IT проектілермен байланыстырып үлкен жұмыстарымыз бар. Бүгінгі таңда біз негізгі жасаған 4 продукциямыз жайлы айтып кетеміз. Яғни бірінші айта кететін ол осыдан 3 жылдан бері жасап келе жатқан Білген Академия деген үлкен онлайн платформа. Ол оқушылардың 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін барлық оқушылардың осы онлайн оқуына, яғни бүкіл әсіресе шалғай ауылдың балаларының көбінде қатыса алмайды, үлкен жұмыс мүмкіндіктері бола бермейді. Солардың барлығына мүмкіндік беру үшін барлығын қойып осылай Білген Академия үлкен онлайн платформа жасағанбыз. Ол жерде барлық бізде курстарымыз бар, ол жерде бізде арнайы олимпиадалық сайыстарымыз бар. IT саласында да, жалпы жаратылыстану гуманитарлық пәндер бойынша да. Түпкі нәтижесі республикалық деңгейде іріктелген балалар, олар халықаралық дәрежеде де, халықаралық деңгейде де өздерінің істерін жасай алады, өздерінің білімдерін шыңдап салыстырып көре алады. Бұл Білген Академия платформасы. Енді осы Білген Академия платформасының жанынан біз қазір электронды кітап деген e-book дейміз, ол тренд болып тұр. Өзіміздің қазір барлық алдағы уақытта соған келе жатырмыз. Бұл электронды кітап, соған біз мобильді қосымша шығардық, оның алғышарты ретінде B-Books деп атадық. Ол B-Books-тың негізгі функциясы ішінде электронды кітаптарды оқып қана қоймай, соған анимациялық, аудио, видео, жаңағы сопровождениесі де болады. Өткен әріптерді қайталай отырып, бүгінгі жаңа әріптінде өз кітабын таңдаңдар. Бәрекелді! Қазіргі таңда өзіміздің Ахмет Байтұрсынов бастап алғышартын қойып кеткен әліппе, сол әліппенің негізге алып, біз білген әліппе дәптері деп қойдық. Оның ішінде бала жазуы да, сызуы да барлығы бір кітаптың ішінде. Және қосымша, оның мобильді қосымшада барлық контенттер, видеолар тегін балаға үйренуге оңай ретінде, ата-анаға көмекші құрал ретінде, мұғалімнің өзінің жеке кабинеті болады, өзінің мұғалімнің құралы болады. Соның барлығын жасап, біз білген әліппе алғашқы кітабымызды соның ішіне салдық. Қосымша алдағы уақытта түрлі кітаптар соның ішіне енеді де, және мынау мектеп бағдарламасындағы барлық кітаптарды соның ішінде оқуға болады. Енді және үшінші біздің жобамыз ол Серпін Инфо деген жоба. Бұл Серпін Инфо мобильді қосымшасында бұл жерде студенттер немесе абитуриенттер өздерінің мамандық таңдауынан бастап, профориентационный тест дейміз, содан бастап ол қай жоғары оқу орнына барады, немесе қай колледжге барады, соның барлығы мамандығын таңдай алады. Және ол мамандықты оқу барысында ол жоғары жұмысқа орналасу мәселесінде тәжірибеден өту, производстволық практикадан өту барлық мәселесі қарастырылады. Соның ішінде бір мобильді қосымшаның ішінде және оның ішінде шетелдің де гранттары болады, шетелдің де вуздар жайлы ақпараттар болады. Осындай мобильді қосымша. Енді біздің 4-ші продукциямыз, ол біздің осы қыркүйек айында тұсауы кесілгелі отыр, C2P деген жобамыз. Бұл бізде мағынасы ондағы келісім платформасы деп қойдық. Неге? Өйткені ондағы мақсат ол әлеуметтік бағыттағы әлеуметтік салаға бұрылған осы инновациялық платформа. Онда бизнес, билік, қоғам, жеке тұлға олар бір-бірінің арасында бірін-бірі есту үшін, біріне-бірі сөздерін жеткізе алу үшін сондай арнайы құрылған платформа. Бұнда ұсыныстар болады, түрлі іс-шараларды ұйымдастыру болады, түрлі шағымдар болады. Сол уақытта ол жеке тұлғадан түскен шағым не ұсыныс болатын болса, оны биліктен болсын, не бизнес өкілінен болсын, немесе жеке тұлғадан болса да, соған кері жауап қайтарылады. Оның барлығы сол өзінің тикетті құрған уақытынан бастап барлығы көрініп отырады. Осындай инновациялық шешімдерді біз алға тартып қойдық. Бұл қазіргі таңда бітіп
дайын болып қолданыста енген продукциялар. Бұдан басқа біз мынау жақсы сөз бар, маңызды, бірақ тығыз емес дейді. Важно, но не срочно. Сондай моменттерде тұратын біздің бірнеше жобаларымыз олар жасалып жатыр қазіргі таңда. Яғни ондағы мақсат не? Маңызды, бірақ тығыз емес шаруаларды қазір жасайтын болсақ, онда бізде маңызды және тығыз болатын шаруалардың саны азаяды. Енді осы біздің команданың жасаған жұмысы бүгінге дейін, алдағы уақытта жасалатын жұмыстарды айтып кеттік, олар көп жұмыстар жасалып жатыр. Ал енді қазақ спикер ретінде көргіңіз келетін болса, осы дауыс беру сайтына кіріп, дауысыңызды беріңіз.